Нөмірі 58-ші Өркен балабақшасының ғибрат тобының тәрбиеленушісі. Бүгін біз ауыз ашарға қонақ күтуге дайын болатын боламыз. Балды торт және таңдан шай жасаймыз. Я қызым? Жасаймыз. Көмектеседі. Торт дайындағанша мен саған ертегі оқып берейін, жарайды ма қызым? Жарайды ма? Тышқан мен ит және мысық деген ертегімізді оқып берсек, ертеде ит, мысық және тышқан үшеуі дос болды. Сонда ит пен мысық тышқанды онша жақтырмайды екен. Тышқан күні-түні тынбайтын еңбекқор болды. Ал ит пен мысық тапқанын жеп, жұмсақ шөп пен жылы жерде жатып қалады. Бір күні ит қасындағы мысыққа осы тышқанның жұмысы таусылмайды, тіпті күн күйгенмейді деп жүреді. Сонда мысық, өзіміз шұғыл жиып жатып біреуді күндейміз, осымыз дұрыс емес па деп итке жөнін айтады. Ит ұялып қалады да өзі де шаруа істемек болады. Содан былай қарай тышқанға көмектесіп жүреді. Сенде де қол ұшыңды бер дейді. Енді ит мысыққа, ол мысық көнбейді. Дайын тортымыз. Бәрекелді. Осы тортпен сарымен шай жасап, шай ішетін боламыз. Бәрекелді. Қызым, торт жақсы көресің ба? Ой, молодец, қызым. Тарының пайдасын білесің бе, папасы? Тарының пайдасы денсаулыққа өте жақсы дейді. Өте пайдалы тары деген. Тарының пайдасы ағзамызға өте пайдалы. Әсіресе асқазан, бауырға өте пайдалы. Мама шай дайындап беріп отыр ма? Тарыдан? Шай демдеп шай ішетін боламыз. Шай да дайын. Шай ішеміз. Ой, молодец. Ой, молодец. Что это? Шайын қандай керемет. Торттан көрейік. Қызым. Ой, молодец. Қалай Айша? Дәмді ма? Дәмді ма Айша? Торт дәмді.